Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Бүгін 20 желтоқсан 2023 жыл. Алматы уақытымен сағат 16:47. Міне қасымда Макешев Данияр мырза. Ассалаумағалейкум. Екеуміз қазір еліміздің бір үлкен шаһарларының бірі, мәдени астанамызға айналған Алматы шаһарынан елордасы Астанаға қарай жүріп бара жатқан жайымыз бар. Алматы шаһарына келген себебіміз, Алматыда үлкен біраз азаматтар қарында келе жатыр. Алтын Орда базарының қасына өтіп бара жатырық. Астанаға қарай жол тарттық. Алматыға келген себебіміз, осы сияқты Алматы қаласында өзіміздің белсенді азаматтармен кездестік, сөйлестік. Астанаға барған кездегі жоспарларымыз бәрін ақылдасқан болатынбыз. Және елімізге белгілі үлкен азаматтар бар. Осы қоғам қайраткерлері, саяси алаңда немесе үлкен тағы да осындай белсенділік алаңдарда жүріп өзін көрсетіп жүрген үлкен ел танитын, жер танитын азаматтардың бәрі бар. Солармен кездестік, сөйлестік. Астанаға барғанда істейтін үлкен жоспарымыз бар. Үлкен ертең четверг және пятница жұма күндері 2 күн үлкен бір шараларымыз бар көздеген. Соны өткізетін боламыз міндетті түрде. Біраз соғамыз, барамыз, тілдесеміз, сөйлесеміз. Ұсыныстар бар, талаптар бар деп баратқан жерлеріміз бар. Бәрі міндетті түрде қазір Астанада біраз белсенді азаматтар күтіп жатыр. Ол жақта да елге белгілі үлкен кісілердің сол жақта әрбір қалалардан келгендер бар. Немесе өзі Астанада тұратын азаматтар бар. Елге белгілі кәдімгідей бәріміз танитын азаматтар бар. Солардың біразымен күш біріктіріп, біраз шаруаны талқылайтын боламыз. Сол жақта жұмыстар жасалынады. Қазір Алматы шаһарынан Астанаға қарай жол жүріп бара жатыр, құрметті бауырлар. Сол жол боран, Аллам жол беріп, аман сау ниеттіміз. Жол бере көрсін. Құрметті бауырлар, бәріңізді жолда абай болыңыздар. Аман сау үйлеріңізге жетіп оларыңызға тілектеспіз. Бетперден отырған үшін кешірім өтінемін. Өзім сөйлеп отырмын, ешқандай нересет ештеңе емес. Өйткені жамал бір денсаулығымда кінәрат болып бір тұмауларды не істеп қалып едім. Соған бетпердемен отыруға мәжбүр болып отыр. Өйткені халықтың алдында, елдің алдында отырып біраз адамдарға информация беріп сөйлеп отырғасын бүкіл өзіміздің түр келбетімізді бәрінде жақсы сақтау керек болады. Сол үшін сондай цельде кейбір осындай неудобство үшін кешірім өтінемін, осындай қолайсыздық үшін бетпердемен отырғаным үшін маскамен. Суть ода емес, маскаде, маскасыз деген сияқты. Сол жолға шығып бара жатыр. Амандық болса, құрметті бауырлар, бәріңізге ақ жол, қара трасса, аман сау үйлеріңізге жетіп алыңыздар. Бәрі жақсы болсын. Бәрімізге ақ номер бұйырып, шаруаларымыз оңынан шешілуге дұғада болайық, тілектес болайық, құрметті бауырлар. Сол амандық болса, Алматы шаһарынан Астанаға, елордаға қарай жол тарттық. Хабар күтіңіздер. Біраз жаңалықтар болып қалады деген сенімдеміз. Сол жаңалық істеу үшін бара жатқан жайымыз бар. Қуаныш жаңалықпен қауышқанша, құрметті бауырлар, бәріңізге назарларыңыз көп рахмет. Жолдарыңыз болсын. Қолдап жатқандарыңызға, тілек ниеттеріңіздің бәріне рахмет.